Кейбір адамдардың надандығына таң қаласың. Мына Теміртауда әкімшілікке қарсы шығып жатыр, иә? Жиналып алған 20 адам ба, 30 адам ба, кәдімгідей білекті сыбанып тұрып айғайлап тұр. Руки прочь от танка деп. Ана бір танк тұр ғой, бір тот басқан бір темір тұр, танк, атам заманғы. Соны қорғап тұр. Содан балалар ойнаймын деп үстіне шығып ойнайды ғой енді бала. Сонда құлаған, дене жарақатын алған. Сол дене жарақатын алғаннан кейін ол жерді алып тастап детский площадка істемекші болған ғой. Соған қарсылық көрсетіп, немерелер айғайлап тұр. Яғни менің байқағаным көбінесе енді міне мынадарға салсаң, мына жиналған адамдарға салсаң, мына бұрынғы союзды аңсап тұр. Немене керек? Ленин диктатор, ана Сталинді памятник қойып қойса, содан кейін бір жерге танк, бір жерге пулемет, бір жерге калашников ана неменесін қойып қойса, памятник қып. Соны заң барлығына ортақ болу керек. Бізде қазаққа бөлек заң, орысқа бөлек заң, Қытайда бөлек заң жоқ. Заң бәріне ортақ, әйел ме, еркек пе, кім болса болсын, барлығына. Мына орыстар жиналып жатса, орыстың ақсақалдары жиналып айту керек. Мен айтсам, ол дұрыс қабылдамайды. Өздерінің ақсақалдарын айтқызу керек. Сол ақсақалдар шақырып ана орыстарға айту керек. Мына жаңағы заңды бұзып жатқан. Сендер заңды бұзбаңдар. Мына танк сендердің әкелерінен қалған жоқ. Халықтың өз орнына қою керек мынандай ақымақтарды. Әйтпесе жиналып алған айғайды салып тұр бұрынғы ана совет үкіметі сияқты. Мына союзды аңсаған тоқтату керек. СССР болмайды, ешқашан болмайды енді. Болды, ол құрды. Тек қана Қазақстан болады. Қазақстан заңына бағыласыңдар. Өзіміздің президент, өзіміздің заңымыз бар. Соған бағынасыңдар.